Назарда Ғалымов Айбек. Мен Ғалымов Айбек Ғалымұлы Атырау облысы Исатай ауданы Исатай селосында 1994 жылы 5 шілдеде дүниеге келдім. Сол Исатай ауылында ержетіп 2009 жылы оқуымды тамамдап Атырау қаласына оқуға түсуге келдім. Нөмір 6 кәсіптік лицейде 3 жыл оқуымды тамамдап 2012 жылы Атырау облыстық филиалы Атырау телеарнасына телеоператор қызметіне орналастым. Содан бері қазір осы қызметте жұмыс жасап келемін. Одан бертін келе 1 жылдық отан алдында борышымды өтедім. Одан келіп осында қайтадан жұмысқа орналастым. Қазір Құдайға шүкір, жұмыстастарымен, қызметкерлермен, әріптестермен бірге осы салада еңбек етіп келе жатырмын. Бір 10 шақты жыл көлемінде болды осы салада қызмет етіп жатқаныма. Біздің жұмыстың енді қиындығы да, оңайы да бар. Өйткені біз уақытпен санаспаймыз біріншіден. Біздің жұмыста уақыт деген нәрсе көп мән бере бермейміз. Өйткені біздің жұмысымыз уақытқа қарамайды. Өйткені біздер съемка болатын жерге дер кезінде, дер уақытында жетуіміз міндетті. Өйткені біз болатын съемканың басынан аяғына дейін түсіріп, барлығын жіті интервьюсын алып деген сияқты. Бір жағынан қызықты жері, көптеген қалаларға барамыз, көптеген аудандарға барамыз, іс-сапарлармен, көптеген адамдардың бара бермейтін жеріне біз барамыз. Өйткені мен осы 10 шақты жылдың көлемінде мен көптеген жерлерді араладым. Өте жақсы жерлер бар біздің жалпы Қазақстан аумағында. Бір жағынан мен мақтанам, осы жұмыста жасап, осы жерде қызмет еткеніме мен өзім мақтан тұтамын. Біздің енді түсірген бағдарламамыз өте көп. Оның айта кететін болсақ, есте қалғаны Атырау Travel дейтін хабарымыз болды. Сол хабар арқылы мен Қазақстанның көптеген қалаларын араладым деуге болады. Ол хабардың өзінің аты айтып тұр, Атырау Travel деп, банағы саяхаттау жағынан түсірген хабарымыз. Одан да тағы да хабарымыз бар, Атырау Quest дейтін 2 жыл қатарынан түсірдік. Онда да көптеген жерлерді араладық Қазақстанның. Мына Абай Құнанбай атамыздың өзінің тұрған үйіне барып келдік. Семей қаласы Жидебай ауданында тұрған екен бұрын. Сол кісінің үйіне де саяхат жасадық. Көптеген менің өзімне есімне қалған бағдарламаларды айтып отырған. Біздің жұмысымыздың ең жақсы жері осындайда, банағы көптеген жерлерге барасың, көптеген адамдармен танысамыз, көптеген банағы бағдарламалар түсіреміз. Ең қызығы осы біздің жұмыстың. Меніңше жаңалықтардан көрі негізі передачалық бағдарламаларды түсірген әлдеқайда кішкене қиындау. Өйткені ол передачалық бағдарламаларда план деп айтады ғой. План деген нәрсе ол оператордың өзінің идеясымен, өзінің ойымен түсіретін бағдарлама. Ал жаңалық дегеніміз ол орысша айтқанда статичный пландар дейді. Тек қана қатып қалған кадрлер болды. Басқа ондай маңызды ештеңе жоқ. Ал передачалерде ол сен басынан аяғына дейін 30 минуттық хабар болатын болса, ол 30 минуттық хабарды режиссермен ақылдасып, басынан аяғына дейін ол жерде идеялар туындау керек та, ең бастысы. Негізі ең алдымен адамның өмірі, өзіне ең алдымен адамның өмірі қымбат қой. Ол жерде әдемі кадр болғанда да ең бірінші адамның өзінің өміріне жауап береді. Ондай жерлерге барған жерлерім болды. Бірақ енді қазір енді ұмытып отырмын, нақты есімде болмай тұр. Бірақ бір суық қарумен бір кісіні бір бопсалауға барған кездеріміз болды. Мына телепатруль дейтін бағдарлама болды, мына Жұлдыз Қайратқызымен түсірген. Сол кезде мен іште кезекшілік сменге қалған кезімде аяқ астынан бізге съемка болады деп шақырды. Сонда жергілікті полициялар келіп, бізді келіп алып кетті сол съемка болатқан жерге. Сол кезде сондай жағдай болған. Бана суық қарумен өзінің бір көршісін ба біреуін бопсалаған. Бірақ ол жігітті ұстаған екен. Сол жерде сол суық қаруын бәрін көрсетті. Біз сол сыртынан түсіріп алдық. Бұлай енді басқа нелерге біздің араласуға ешқандай құқығымыз жоқ. Осы салада жүріп, Аллаға шүкір, өз теңімді де таптым. Жақында тойым болды. Мен енді осы телеарна қызметкерлеріне өте алғысымды білдіремін. Олардың да еңбектері өте зор. Бізде іште қай қызметкерлердің де еңбектері өте орасан зор деп айтуға болады. Өйткені ол бір телехабарды шығару үшін тек қана бір адамның қолынан келмейтін іс ол. Өйткені бұл жерге барлық іштегі сала қызметкерлері араласады. Енді
біздер енді халыққа дұрыс ақпарат жеткізу үшін, өйткені сол ақпаратты тексеретін бізде іште қаншама қызметкерлер бар, соның барлығының алдынан өтіп шығады. Банағы продюсері бар, режиссері бар, журналистісі бар деген сияқты. Сол хабарды тексеріп, содан кейін барып халыққа нақты тұшымды ақпарат беруге біз соған жұмыстанамыз. Енді мен жұмысымды шағау сөзбен айтатын болсам, менің жұмысым ең біріншіден жауапкершілік, содан кейін төзімділік, содан кейін жылдамдық. Менің Атырау жастарына айтар тілегім, өздеріңіздің жасап жатқан мамандықтарыңыздың хас шебері болуларыңызға тілектеспін.